Достар, сәлем, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мінекей осындай шоколадты курабье печенье рецептін ұсынамын. Бұл печенье өте оңай және тез дайындалады, ал дәмі болса керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен барлық құрғақ өнімдерді, яғни ұн, қопсытқыш, қант ұнтағы және какаоны жақсылап араластыру керек. Араластырып болғаннан кейін ортасынан мінекей осылай шұңқыр жасаймыз. Ал қазір осы жерге бір орташа жұмыртқамен ерітілген сары май немесе маргарин құйып, қолымызбен қамыр илеуге кірісеміз. Мінекей достар, қамыр осындай өте жұмсақ пластилин секілді болып шығады. Енді қамырдан кішкене алып, көріп тұрғандарыңыздай мінекей осылай домалатамыз. Домалақтарды бірден пергамент қағазы төселген противеньге саламыз. Менде көлемі орташа 24 печенье шықты. Ал қазір 100 грамм шоколадты кондитер мешогында мінекей осылай ерітіп аламыз. Және оны печеньенің үстінен мінекей осылай құйып шығамыз. Курабье печеньесін алдын ала 165 градус қызып тұрған пеште 15-20 минуттай пісіру керек. Мінекей достар, печенье дайын, дәмі керемет, ал қамыры күшті, орысша айтқанда пористый болып шыққан. Міндетті түрде осы курабье печеньесін жақындарыңызға, әсіресе кішкентай балаларыңыз болса, соларға дайындап беріңіздер. Оларға ұнары сөзсіз. Достар, бұл рецепт сіздерге ұнады деп сенемін. Олай болса, менің арнамды қолдап, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.